Сәлем достар баршаға. Бүгін сіздерге самса дайындап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырды жасау үшін 1 литр жылы суымызға 4 шай қасық тұзымызды салып, керегінше ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырға әдетте мен ұнды өлшемеймін, себебі ұнның сортына байланысты көп немесе аз кетуі мүмкін. Бұл рецепті мен бұрыннан бері қолданып келе жатырмын. Қатпарлы, өте дәмді болып шығады. Қамырды илеп болғаннан кейін бөлме температурасына 15 минутқа қойып қоямын. Бетін жауып қоямыз. Ал келесі кезекте сары майымызды отта ерітіп алдым және суытып аламыз. Ал салмасына қалаған салмаңызды жасасаңыз болады. Ал мен фарш және пияз, картоп қосылған салма дайындадым. Қамырымызды шығарып 4 бөлікке бөлдім. 4 бөлігінің біреуін мен қолданамын. Себебі 3 бөлігін мұздатқышқа арасына сары майымызды жағып салып қоямын. Кез келген уақытта алып самсамызды пісіріп ала бергенге. Бірінші бөлігін алып қамырымызды жайып аламыз жақсылап. Арасына жайылған қамырымыздың бетіне сары майымызды құйып, жағып аламыз. Қолмен жақсаңыздар да болады. Ал мен щеткамен жағып шықтым. Шетінен бастап орай бастаймыз. Орап болған қамырымызды дайын морозильникке 30-40 минутқа салып аламыз. Салып алғаннан кейін қамырымызды бөліктерге бөлеміз бірнеше. Үлкен болса, үлкен самса шығады. Үлкен бөлікке бөлсеңіздер, кіші бөлікке бөлсеңіздер, кішірек бөліктерге бөліп аламыз. Самсаларымыз кішірек болып шығады. Қамырымызды бір-бірлеп жайып, арасына салмамызды салып, жақсылап түйіп аламыз. Ұн сеппей-ақ жаюға болады. Өте жұқа қылмай қылып жаямыз. Самсаны противеньге салып, жұмыртқамен сүтті араластырып бетіне жағамыз және бетіне кунжут себеміз. Кунжуттың ақ немесе қара түрін себуге болады. Мак сепсеңіздер де болады. 180 градуста 30-35 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын болды. Қатпарлы күтірлеп шығады. Сіздермен болған Сымбат.